Соңғы айларда өңірде балаларды балабақша көліктерімен тасымалдау кезінде орын алған жол апаттары қоғамда үлкен алаңдаушылық туғызды. Екі жағдайда да көліктегі бала саны талаптан артық болған. Облыстағы әрбір мектеп пен балабақшада қауіпсіздік мәселесі қатаң бақылауға алынды. Қазіргі таңда облыста 577 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Онда 45 мыңнан астам бүлдіршін тәрбиеленуде. Бұған қоса 96 жекеменшік ұйым мен 39 жекеменшік мектеп бар. Яғни қамту жеткілікті. Бірақ басты талап қай оқу орнында болмасын, қауіпсіздік ортақ қалыптастыру. Баланың қауіпсіздігі мемлекеттің де, қоғамның да ортақ жауапкершілігі. Бірақ соңғы жол апаттары ата-аналарды да, педагогтерді де ойландырмай қоймады. Қазір әрбір мекеме қатаң бақылауда. Мақсат біреудің жұмысын тоқтату емес, ең алдымен баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Заңға бағынбайтын мекемелерге ескерту берілді. Талап орындалмаса, мемлекеттік тапсырыс берілмейді, деді облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағамбет. Бұл жердегі қоғамдағы туындап жатқан мәселелер, ең басты мәселе бұл енді балабақшаның санына байланысты емес, ең басты мәселе оның сапасына байланысты. Сондықтан оның тиісті талаптары бар әрине. Кейбір жеке балабақшалардың арендаға алып жалдап отырып, яғни талаптарға сәйкес келмейтін, оның барлығына қатаң тиісті шара көріліп келді. Және де алда уақытта да солай болады. Және талапқа сәйкес емес балабақшалар әрине оны талапқа сәйкестендіру керек. Және оның тиісті құзырлы орындардың тарапынан ол енді жаңағы өрт сөндіруге байланысты болсын, жалпы мынау СЭС мекемесі тарапынан болсын, болмаса соның басқарушы органдары, білім бөлімдері, білім басқармасы тарапынан болсын, ең бірінші талап ететіні оның тиісті ережелерде заңдылықтарға жазылған, сол талаптарды сақтаса, ол балабақшаға ешқандай мәселе болмайды. Сондықтан сол талаптарға бұған дейін де берілген, жаңа айтылып отқан бізде 40-тан астам балабақшалар бар. Аудандарды қосқан кезде 90-нан астам, 93 балабақша бар мысалы. Сол балабақшаларға бұған дейін осы ескерту жұмыстары берілген. Соның барлығын талапқа сәйкестендіру керек. Аймағымыздың бас педагогы Асқарбек Ишанов бұл түйткілге нақты тоқталды. Оның айтуынша, қолданыстағы ереже бойынша баланы тек 7 жасқа толған соң ғана көлікпен тасымалдауға рұқсат етіледі. Демек, балабақшалардың бүлдіршіндерді көлікке отырғызу заңға қайшы әрекет. Бұл талапты елемеу балалардың өміріне қауіп төндіретінін ашық айтты. Осы ретте балалар тасымалымен айналысу үшін қойылатын қолданыстағы заңнама талаптары жөнінде айтып өткіміз келеді. Жол жүріс қағидаларын, көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерді, көлік арнайы жарық және дыбыс сигналдарымен жабдықталуға және арнайы түстік графикалық схемалар бойынша боялуға тиіс жедел және арнайы қызметтер тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы нөмір 534 бұйрығына сәйкес балалар ұйымдастырылған топтарын тасымалдау кемінде 2 есігі бар техникалық жай-күйі автокөлікпен тасымалдау саласындағы уәкілетті орган бекіткен автомобиль көлігімен жолаушылар және багажды тасымалдау ережелерінде белгіленген талаптарға жауап беретін автобустармен жүзеге асырылатынын көрсеткен. Алайда өкінішке орай бізде қазіргі жекеменшік балабақша иелері, құрылтайшылар бұл талаптарды мүлдем сақтамайды. Дегенмен ата-аналардың көпшілігі жұмыста болғандықтан баланы жеткізу қызметіне сұраныс бар. Сол себепті 374 жекеменшік балабақшаның 106-сы мұндай қызмет көрсетіп келген. Бірақ заң талаптары сақталмағандықтан екі бірде апат тіркелді. Облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Ермахан Абдрахманов жағдайдың жай ереже бұзу емес, өте өзекті мәселе екенін сандармен дәлелдеді. Жыл басынан бері балабақша бағытына қатысты рейдтерде 265 құқық бұзушылық тіркелген. Нәтижесінде 28 көлік айып тұрағына қойылып, 23 мемлекеттік нөмір алынды. Ал тексерілген 83 көліктің 61-інде заңсыздық анықталып, 29-ына әкімшілік шара қолданылды. Бұл деректердің өзі-ақ мәселенің қаншалықты өткір екенін айқындап тұр. Өңірімізде жол көлік оқиғаларының орын алуының басты себебінің бірі жол қозғалысына қатысушылардың жолдағы жеке басының жауапсыздығының арқасында маневр ережесін бұзып басқару, басып озу, қарама-қарсы бағытқа шығу және жаяу жүргіншілерге жол бермей басқару салдарынан болып отыр. Осыған орай жол апатына тікелей әсер ететін өрескел құқық бұзушылықтарды анықтау жұмыстары күшейтілді.
облыс көлемінде жол көлік оқиғаларын алдын алу, жолын кесу және оларды болдырмау мақсатында полиция департаментімен өңірімізде 15 рет жедел профилактикалық шаралар өткізіліп, бұл жұмыстар ары қарай өз жалғасын табуда. Орын алған жол көлік оқиғаларын талдау барысында балалардың қатысуымен орын алған жол көлік оқиғаларының 82%, одан дене жарақаттары алғандар 89%-ға, ал артса қаза болғандар 27,3%-ға төмендеп отыр. Қызылордада балалардың құқығы мен қауіпсіздігі қатаң бақылауға алынды. Талап біреу, әр бала таңертең балабақшаға немесе мектепке барып, кешке үйіне аман-есен оралуы тиіс. Ол Жаз Дәуіт, Айдос Исаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.